Сәлем достар, бүгін бізде жаңа айдар қазу мүмкіндіктер мекені. Бұл айдарда біз сіздермен қазу түлектерінің мақтаныштары туралы баяндайтын боламыз. Бірінші кезекте тарих факультетінің түлегі, қазіргі таңда режиссер, танымал актер, тележүргізуші Нұрлан Қоянбаев туралы баяндайтын боламыз. Нұрлан Нұғманұлы Қоянбаев 1979 жылдың шілде айының 19 жұлдызында Қызылорда облысының Шиелі ауданында дүниеге келген. 1996 жылы ол жергілікті орта мектепті үздікке бітіріп, атыш жолы Қазақ ұлттық университетінің студенті атанады. 2000 жылы универді тәмамдап, 2009-2011 жылдары экономика және құқықтық академиясында оқиды. Ал 2012-2015 жылдар аралығында Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне қайта түсіп, халықаралық қатынастар факультетін бітіреді. Ең алғаш көзге КВН ойындары арқылы түсе бастады. Астана КЗ, Қазақтар КВН командаларының капитаны болды. 2003 жылы Қазақстанның ең үздік ойыншы атағын алған болса, дәл сол дәрежені 2006 жылы Ресейде қайталады. Команда КВН Астана КЗ. С Новым годом! Ваши ладони прикосновения! Уважаемые друзья, сегодня финал, и должны выиграть именно казахи. Ладно? Не, серьезно, вы уже все выиграли. Вы такие молодцы, вы такие державы молодцы. Евровидение выиграли, Мисс Мира выиграли, хоккей выиграли, футбол. КВН нам отдайте. А остальное все берите. Да нам не дадут. Почему? Вот Ярославу дадут, нам нет. Ярослав! Ендігі кезекте Нұрлан Қоянбаев кино әлеміне қалай келді деген сұраққа жауап беруді жөн көрдік. Нұрлан Қоянбаев ең алғаш 2000 жылдардың басында сценарий жазумен айналыса бастады. Көптеген телевизиялық жобаларға қатысты, және сол жобалардың авторы және продюсері болды. Мәселен, Намыс дода, Алматы ең алғашқы махаббатым, Қызық радиолар, Қыздар-ай, Ризамын және тағы да басқалары. 2013 жылдың 14 қазанында жаңа түнгі студия жобасының қожайыны болды. 2017 жылы Қазақстан РТРК-ның бас өндірушісі болды. 2016 жылдан бастап ол «Бизнес по-казахски» фильмінің бас продюсері атанып, сол фильмнің жалғасы ретінде «Бизнес по-казахски в Америке», «Бизнес по-казахски в Африке», «Бизнес по-казахски в Корее» фильмдерін түсірді. 2017 жылдың қорытындысы бойынша ол Forbes Қазақстан журналының шоу-бизнес және спорт жұлдыздарының тізімінде 4-ші орын алды. Оның «Бизнес по-казахски в Корее» фильмі 2020 жылдың 23 қаңтарында ең көп сұранысқа ие фильм атанып, голливудтық фильмдерді атап айтатын болсақ, «Король Лев», «Мстители» фильмдерін артына тастады. Кинодан бөлек Нұрлан Қоянбаев ағамыз футболға, баскетболға қызығады. Табиғатты өте қатты жақсы көреді және саяхаттағанды ұнататын шығармашылық жан. Сонымен қатар біз білмейтін Нұрлан Қоянбаев туралы қандай қызықты деректер бар? Міне осы сұраққа қазір жауап беретін боламыз. Біріншіден, Нұрлан Қоянбаев өз туған жері Шиеліні қайда жүрсе де аузынан тастамайтын нағыз патриот. Тіпті инста парақшаларында да, дерлік барлық суреттерінде де Шиеліні белгілейді. Бұл сөзімізге дәлел, назарларыңызға ұсынамыз. Екіншіден, Нұрлан Қоянбаев тісісте кино немесе телебағдарламалардың, шоулардың ғана продюсер-режиссері бола алады десеңіз, өте қатты қателесесіз. Ол PlayStation ойындарына да продюсерлік қызметін атқарады. Демек, бұл жерден Нұрлан Қоянбаевтың виртуалды ойындарға қызығатынын аңғаруға болады. Және де Нұрлан Қоянбаев осы жылғы Setanta Pro League жобасына қатысуда. Нұрлан Қоянбаев туралы тағы бір қызық ақпарат. Осыдан 18 жыл бұрын Жас Алаш газетінің 1999 жылғы қараша айында шыққан студент қосымшасына сұхбат беріп, онда түпкілікті мақсатым президент болу деген екен. Және үлкен саясатқа 15 жылдан кейін араласқысы келетінін айтқан. Достар, бүгінгі шығаруымыз осымен тәмам. Сіздерге видео ұнады ма?
Ұнаса лайк басып, келесіде кімді көргілеріңіз келетінін коммент жазып қалдырыңыздар. Сіздердің ойларыңыз біз үшін өте маңызды. Қош сау болыңыздар.